Assalamu alaikum. Туғандар, дағы bir Kia Rio 2018 жылғы 1.4 автомат коробкада. Басы бойынша айтып қойын, документ бойынша сразу оформление мен. Басы бойынша 660 мың плюс жақсы қылып түшіп береді. Учурда летний баллондо, зимний баллондору жоқ екен, туғандар. Машиненин арқаңқы бампері наклейка қылынған, жанағындай қара бамперден қойған екен, мұны уже наклейка қылып қойып тұр. Партрониктер бар. Ананы мынауға ұқсаған анча-мынча кемчиликтери бар. Эми таксичный жүргөн машина, под такси жүргөн. Мынау азыр ички салондорунда сиздерге көргөзүп бергенге аракет кылайын. Анан пробегин көрөбүз, мотор, багажник ошол жактарында көргөзгөнгө аракет кылам. Кеттик анда ички салон боюнча. Бул жерде алдыңкы эки айнек көтөрүүчү электрондук түрдө электрический күзгүсү. Бул жагында датчик давления шины, антибукс, корректор фар, корректировка. 301.650 пробеги. Мафонду караңыздар. Мафон, кондиционер, печка и автомат коробка, USB зарядка. Лобовойунда трещина бар. Так, жакшы. Чехол салып аласыздар. Чехол салып аласыздар. Парктрониктер бар. Туған мотор жағын açып бересіз. Багаж жағын бір сыра көріп берейін. Так, меткалар бойынша ордунда. Капоттың крышкасы дагы чечилген эмес. Бул жак меткасы дагы ордунда. Могу неме могу? Бул жана желдеген эмеби? Эткизип мына пылесос экен. Жакшы, комплект жүрөт го туугандарыбыз. Аккумулятор бар екен. Так, эми мотор жағы боюнча. Крылосы таза. Капоттың крышкасы таза. Мотор жағы боюнча жакшы. Чоткий эле иштеп турат. 300 мың пробег болсо деле чоткий иштеп турат. Защиткаларга чейин ордунда. Ушул крылосу чечилиптир, же жасалган, же алмашылган. О жерде мындай кара резинкасы болуш керек. Жакшы. 660 мың дагы сүйлөшсөңүздөр болот. Көрө бересиздер туугандар. Мынакей Kia Rio 2018 1.6 автомат. Ой, 1.4 автомат.